Бір 80-нен асқан қарияның күнделігінің соңғы бетінде армандарым деген жазу жазылып тұр екен. Не армандады екен деп қызыға оқыдым. Мен 10-шы класты бітірсем, қалаға барып жоғарғы оқу орнына түссем, көркіне ақылы сай қызға үйленсем, балалы шағалы болсам, одан әрі пәтерім болса, енді балалар өсіп сыймай жатырмыз, үлкен жақсы бір үйім, мәшинем, гаражым болса, балаларымды үйлендіріп, қызымды ұзатсам, құдандалы болсам, Аллахым деп, бірінен соң бірін тілеген тілектерімнің бәрі орындалды. Бәріне жеттім. Адамның арманы таусылмайды екен. Немере той жасасам деп едім, ол тойлар да дүркіреп өтті. Бір күні осының бәріне шүкіршілік жасап, осыншалықты қуаныш сыйлаған Аллаға ризашылығымды білдірейін дедім де, Раббым Алла, дінім ислам, кітабым Құран, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болғандықтан Құранды жаттайын дедім. Оқысам, бұрынғы есте сақтау қабілетім нашарлаған, жаттай алмадым. Кейін дәретімді алып, ниет етіп, намазға тұрсам, аяқтарым денемді көтер алмады. Үркі қылсам, қан қысымым көтеріліп, қант диабетім бар, намаз оқуға жарамай қалыппын. Бұдан кейін пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті деп ораза ұстауға ниет етсем, түрлі сырқаттарымның көптігінен ораза ұстауға да шамам келмеді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисін оқысам, жүрегіме қанжар салғандай болды. Хадисте 5 нәрсені басыңа келмей тұрып, бағалай біл делінген екен. Бірінші, өміріңді өлім келмей тұрып бағалай біл, өлім айтып келмейді. Екінші, жастығыңды қартаймай тұрып бағала. Бір күні бойыңнан, қолыңнан күш кетіп, еш нәрсеге жарамай қалғанда, өкінетініңді ұмытпа. Үшінші, ауырмай тұрып денсаулықтың қадірін біл. Оны ешқандай байлыққа сатып ала алмайсың. Төртінші, бос уақытыңның қадірін біл. Ең үлкен байлығың ол сенің уақытың. Бүгінің ертең болады. Ертең ешқашан бүгін болмайды. Бүгінгі күн тарих деген осы. Бесінші, қолыңда барды бағалай біл. 40 жыл байлық, 40 жыл кедейлік жоқ делінген екен. Осының бәрін қолым қалтырап, жанарым жасқа малшынып, өзегім өртеніп, өкініштен жүрегім алқымыма тығылып, оқып шықтым депті қария. Тәңір жарылқасын баршаңызды.